айтқан тапсырмалар мыналар. Жомарт, сен есіктің ашылмай қалған тұтқасын жөндеп, содан соң сынған, майысқан шкафтар мен орындықтарды ретке келтіресің. Екінші, Аяжан, сен үйдегі шаң тозаңдардың барлығын сүртіп, ыдыс-аяқтарды жуып реттейсің. Сосын кірді жуып, үтіктеп, киімдерді үтіктеп қоясың. Үшінші, Шерхан, сен үйдегі жарамсыз заттардың барлығын қоқысқа шығарып, аяқ киімдердің бәрін сүртіп тазалайсың. Ал сенші, сен еш нәрсе жасамайсың ба? Маған қазір ұл болсын келеді, сонымен бірге ғылыми жоба жазуым керек. Сен ештеңе істемесең, мен де ештеңе істемеймін. Мен де. Тұра тұрыңдар. Басшыға қарсы келгендерің үшін 2 сағат ұялы телефонсыз, интернетсіз жазаланасыңдар. Содан соң, сендерге түскі асты кім дайындап береді? Әлде аш отыра бермекшісіңдер ме? Онда мен тапсырмама кірісемін, өйткені мен аш отырғым келіп тұрған жоқ. Ал менше, мен не істеймін? Ештеңе. Неге? Аға, велосипедке қарай тұрасыз ба, тез кіріп шығайын. Да. Қалайсың да, амансың ба? Ана доставканы аквилатқан сен ба? Зат бар ғой қолыңда, Иә, алдым. Соны ұмытпа айналайын. Сосын анау жолда келе жатқан кезде дүние қоңыздыққа салынып, жылтыр дүниеге қызығып, ішін ашып көріп жүрме. Түсінің ба? Келген кезде сразу тиыныңды берем, бірақ тез ақ келсең, барынша көптеу берем. Қалай түсінбедім? Жалпы салға 10 минутта келсең 10 мың, 5 минутта келсең 5 мың, 1 минутқа в общем жеткізбей ақ келсең тегін ғой көріп саған. Сіз мүлде түсініп тұрған жоқпын. В общем 5 минутта келсең 10 мың теңге берем. 10 минутта келсең 25 мың теңге берем. Екеуін көбейтіп 40-қа бөлсең 6-та 1 шыға ма? Математикадан сен биылдыққа 3-ке шығасың, түсінің ба? Неменеге менің мыжыған әңгімені тыңдап отырсың, осы уақытқа дейін келетін уақытым болды ғой сен, давай таста телефонын. Мынау қызық адам ғой. Велосипед қайда? Енді? Неге мен ештеңе істемеймін? Менің де бір нәрсе істегім келеді. Шерхан, саған көмектесейінші? Жоқ, көмектеспейсің. Өткен жолғыдай болады. Менің не көмек? Менің бөлмемдегі мен пайдаланбайтын заттарды қоқысқа тастайсың. Жарайды. Болдың ба? Иә. Кітаптар қайда? Соны өзің айттың ғой, пайдаланбайтын заттарды қоқысқа таста деп. Сен кітап оқымайтын ғой, сондықтан оларды қоқысқа тастап жібердің. Ақымақ, сол үшін маған көмектескеніңді қаламаймын. Онда Аяжан, саған көмектесейінші? Не? Жоқ, маған көмек керек емес. Не болды, сен де кітаптарын қоқысқа тастап жүрдің, Жоқ, бұлай болды. Кенже, мана арғы жаққа тұр. Сол күні сен ыдысты сындырғаның үшін маған анам ұрысты. Сондықтан маған көмек емес, тыныштық керек. Жомарт аға, сізге көмектессем қалай болады? Сен менің жүйкемді тоздырып, жынды қылатын шығарсың. Өткенде перделуге жақсы көмектестің ғой? Көмектестің? Я саған көмектестің. Көмектескен жоқсың. Кенже, маған балғаны алып берші. Ну, қысқаш қой, балға дейм. Балға деймін, балға. Балғаның не екенін білмейді. Сондықтан маған көмектеспейді.
Өзім ақ есікті жөндеймін. Онда ештеңе істемейтін болсам, телефон көремін. Әпке маған телефоныңды бер. Телефон? Саған телефон бермеймін. Сен мен 2 телефон сындырып тастағансың. Бір ай тұрамыз, құдаларға есік көрсетеміз, үйіміз сынап жүр. Есе дағылар, 20 минут болды ғой. Звондаш. Жоқ, айтпақшы Басеке. Соны ше, арыстан жеп қойған жоқ па? Сен бірдеңені айтатын кезде бір болжамға сүйеніп, сүзгіден өткізіп, мен қазір тәкнаны қойсам, о былай жауап береді екен деп логикаға салып ойланбайсың ба? Тамырларың үзіліп кеткен емес па? Басыңның бір контакт етпей қалған ау? Жоқ, Басеке деймін да, кеше зоопарктен дәу арыстан қашып кетті дейді. Сол жеп қоймады ма деп жатырмын да енді. Сонда сен өзің ойланып қарашы. 19 миллион адамның ішінен именно біздің курьерді барып ләқ еткізіп осын жеуім керек, осы майлы осы деп көріп келе ма не арыстаным? Қай-қайдағын айтпашы, звондашы дейсіз бұш. Болды, Басеке қазір. 2 телефонды сындырған ба? Иә. Өрмекші! Неге жеңіліп қала берем? Сол үшін саған телефон жоқ. Иә, сен тыныш отыршы. Ешкімге көмектеспей қой. Ұйықтаса рахаттан. Сенің орныңда болғанда ұйқымды қандырып алатын едім. Мен сендерді жеп көрем. Алло. Қайдасың? Арыстан жеп қойған жоқ па сені? Қандай арыстан? Кәдімгі шашы бар, қара арыстан да. Далбасалмай сұрашы аман, затты. Болды, Басеке. Арыстан. Айналайын, сен күтіп отқанымда жарты сағаттан асты. Қашан келесің сен? Жақындап қалды, мен велосипедімді ұрлап кетті, жаяу келе жатырмын. Таксимен келе салмайсың ба? Жұмыстың бірінші күні бірінші заказ, тем более таксиге ақша жоқ. Бір проблемасы көп көрер екен деймін, анау Басеке. Бош тез кеңдерші тез. Жоқ деймін, Басеке басымызды ауыртпай, неге көрер жалдағанша өзіміз барып алып келе салмаймыз соны? Ой, басымның атасын ілетсең. Розыскіде жүрген жоқпыз ба іздеуде? Табылмай атқан жоққа бізді жұрттан. Сол үшін дастақпен алдырып жатырмыз ғой. Ойланса шамал, ойланса, контакт етші, ё-моё. Болды, Басеке. Оля! Не болды? Бұл есік мүлдем ашылмай жатыр. Жақсылап итеріп көрдің бе? 1045 рет итеріп көрдім. Сәлем, Жапа. Не болды? Бұл есік іштен ашылмайды, сырттан ашылады. Ой, кешіріңдер, әдейі емес. Тұр, ештеңе етпейді, жүр кетіп бөлмеге. Мекен жайы түсініксіз екен, Қалай қарай басам дұрыс болады екен. Бүйтіп бара берейін мен. Керемет. Осы Түркістанға бір барып көріп қайту арманым. Ғалами жұбамыз Түркістан деп алғанымызды қайтейін. Өзіміз әлі барып көрген жоқпыз көзімізбен. Көзбен көргенге жетпейді ғой. Қаншама құлп ұрып гүлденіп жатыр деген өзін тек жаңалықтардан ғана естимін ғой. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін барып көретін едім бірінші. Мен де. Айтпақшы, білесің ба, сол кесенеде қазақтың 21 ханы жерленген екен. Қош, рас па? Кесене салынып жатқан кезде қайта-қайта құлап қала берген. Содан соң ақсақ темірдің түсінде бір ақсақал аян беріпті. Қожа Ахметтің арса тұз тазы болған, сондықтан әуелі арыстанға, содан кейін шәкіртіне кесене саласыңдар депті. Әмір Темір Түркістаннан кірпіштер тасытып, Арыстан бабтың басына үлкен күмбезді кесене салдырыпты. Содан кейін ғана Қожа Ахметке арнап салып жатқан кесене
құламапты да әміршінің тірлігі алға басыпты. Осындай аңыз бар. Иә, 7 ғасырдан бері құламай тұрғанына қарағанда ерекше сәулетшілер салған ау. Иә. Осыдан беке 21-ші пәтер. Кешіресіз, кеш қалып қойдым. Жаппа. Не болды? Бұл есік іштен ашылмайды. Мен жаңа кына карта жасамай, әрең үйдейін тауып отырмын. Таптым? Сен қазірдің өзінде адасып жүрсің. Қалайша жаңа телефонмен соғып сөйлесіп едік қой. Жоқ, біз еш нәрсеге тапсырыс бермедік. Тоқтай тұр. Уля! Ау? Еш нәрсеге тапсырыс бермедіңдер ма? Несін? Еш нәрсеге тапсырыс бермедіңдер ма? Жоқ. Қателесіп тұрсың бауырым. 4-ші үй 21-ші пәтер, солай ма? Бәсе, 14-ші 21-ші пәтер, 14-тің бір түсіп қалған бәрі соны 4-те ойлап қала береді. Кешіресіздер онда. Есік іштен ашылмайды. Блин. Жарайды, кішкене отыра тұр, сырттан біреу ашар. Жарайды, енді ештеңе етпес. Түсіндіріп айтарсың тапсырыс берушілерге. Қазір есікте ашылып қалар. Өзім бірінші заказым еді, оның өзінде... Алло. Барсың ба, Қартай өлет болды қой, дестедің? Мен жатасы 14-ші 21-ші пәтер қойдым. Мұнда есік кілттеліп қалды, енді сыртқа шыға алмай отырмын. Кілттеніп қалды? Сен таза қазір, мен нервімді кәдімгі самауырын құсап қайнап тұрсың. Мен аямаймен сен. Дәл сол мекен-жайға барып шаштарыңды біртіндеп жұлып, теріңді сыпырып, крокодилдің терісі болса да, жыңғыл ораға жайып, күні ертең копченый қақтап жейм сен, түсінің бай? Дәл сорада бол, кет қамаға, көрсетеме саған. Үйге өздері де келетін болды. Кетті ғана қай. Жаңа ғана іздеудеміз, ешқайда шықпаймыз деп отырыңыз ғой? Қалай шықпайсың, рисковать етесің, жабысып қалды о мынау, отыра. Кеттік жүра, дәу бастықтан ұятты, соғы жұмсау атқан бәріміз. Осы кезеп келетін енді зәт осынша ма? Білмеймін, ашық қарамаппын. Бұл құмыра екен. Неге рұқсат істесесің? Кенже, мұның не тез қой орнына, қазір мен сені... Сындырам. Жоқ. Жақындамаңдар, сындырам. Бұл не құмыра, мына жерінен сықласа діжин шыға ма? Ондай нәрсені мультфильмнен көресің. Кәні сықлақ көрейін. Саламатсыңдар ма? Қожайындар, не тілек тілейсіңдер? Тыныш! Не бұл бәрін шын көргендей қорқып? Менің есімім Жан. Менің жасым 1846-да. Үйленбегем, сотталмағам, кредитім жоқ. Қандай тілек тілейсіңдер? Маған доғыртатын пистолет керек. Жарайды. Міне? Рахмет. Ал, қандай тілек тілейсіңдер? Екі тілек қалды. Кенже! Болмайтын тілекті пистолетке құрттың. Айтпақшы, мен орындай алмайтын тағы да тілектер бар. Ешкімді ғашық қыла алмаймын. Және де ешкімді өлтіре алмаймын. Және ешкімді тірілте алмаймын. Ал саяхаттау ше? Саяхаттау? Кез келген қалаға. Түркия, Дубай, Париж, Лондон, кез келген қалаларға. Түркістанға ше? Түркістан? Жоқ, тұра тұрыңыз. Бұл әлі тілек емес, біз ақылдасуымыз керек. Онда ақылдасып алыңдар. Мен сәл ғана ұйықтап алайын. Қайда, Түркістан тапсырыс бергендер мені іздеп жүр, ұстау қалса бітішім шығарады. Ал біз Түркістан туралы ғылыми жоба жазып жатырық. Түркістанды өз көзімен көру арманым. Ал мен үйге толы ақша қалаймын. Не бардак болатыр, Қайсы жа көрер? Мынау. Сен ба? Сен уақыт дегенді білесің ба? Шектеулі екен. Қай кезде әкеліп, қай кезде әкету керек екен? Әлде әбзетін сендейлерге. Масеке, памперс қана. Қаяқтың памперсі гаршөп қойын. Рахаттанып ұйықтап жатырмын. Тілектерімді айтатын болдыңдар ма?
Жиын, осы бөлмеде балалардың барлығы Түркістанда болып қалайық. Хоп. Ойбай. Не болып кетті? Тоқта. О, құмыра. Түсіндім. Бәленің бәрі құмырада, сиқырлы құмыраның. Әуел баста бізді осы тірлікке жіберіп тұрған адам білген ғой бәрін. Енді не істеймін сен, Масеке? Істегенде мынаны ИП-ға жаздырып аламыз өзімізге. Жеке қылып алу керек құмыраны. Қалайда? Мынандай құмыра деген өте бағалы болады ғой. Сосын? Сен мыжың екенсің, сұрағың алаңсыз көп екен. Бір ойлансай, не қойып жатырмын, не болып жатыр деп жан-жағымда. Көріп тұрсың ба мені? Құмыра біздікі болу керек. Индирай бер жазшы, Түркістанға барып. Соқтан қарауымыз керек ана балдарды. Полный тауып алып, құмыраны өзімізбен алып кетеміз, түсіндің ба? Болды, Басеке. Қанша теңге көрш? 815 теңге екен, Басеке. 700-ге барып тұрмыз, кет. Вау, Түркістанға келдік па? Иә, Түркістанға келдік. Менің мына киім жарамас. Мен өзімде киімде өзгеріп алайын, күте тұрыңдар. Ала, нағыз түркістандық жігітке айнал. Мынау болып кетті ғой. Кешіріңдер, 1 минут. Ал, балақайлар, ендеше соңғы тілектерін айтыңдар. Жоқ, ойлануымыз керек. Оған дейін Түркістанды аралап шығайық. Түркістанды ма? Жарайды, жүріңдер ендеше. Кеттік, балақайлар. Түркістан мынау. Кенже, сен уже шаршаттың. Неге сонша сөз ұқпайтын баласың? Бұны жана үйде қалдырып кету керек еді. Әлі кішкентай ғой, есі кірмеген. Не сонша бұзық, тыныш отыра алмайды ғой? Бұдан былай маған тиссең аямаймын. Мен сен анам деуге аламын. Не мен не істеп қойдым соншама? Кенже, жалғыз отырып ойланшы, неге сонша бұзық екенін, сонда түсінерсің. Осылай тастап кетесің ба? Біз қазір келеміз, осы жерден алсап кетпе. Я, өзінің қателігін түсінсін, біздің қадірімізді білсін. Басеке. Hey, балақай, сәлем. Қалайсың? Сендер? Өзім көргендей. Ағаларың біз. Қақтағаны кімдер? Балдарың қайда? Қасында достарың қайда? Олар менің досым емес. Бәрі мені жеп көреді, мені тастап кетті. Тастап кетті дейсің ба? Ой, бізбен дос болсай одан да. Не оласың олар, какой-то щеголдар. Нағыз альбатрос ағаларыңмен. Балмұздаққа үстіңді жаңбырша жауғызып, аққала жасап жіберем ғой сенен. Шынымен ба? Рас ба? Шынымен ғой, зуб-зеро боласың. Не аламыз? Достарың қайда? Айтасың ба? Анау жаққа кеттік, мен сіздерге көрсетемін. Оны яқта ма? Иә. Бедек. Бармас бұрын екеуміз жақсылап лаңғыр болайық,
қалай, өз қатең түсіндің ба? Иә, мені кешіріңіздерші. Жүріңдер, мен сендерді бір жерге апарамын. Сол кезде менің не үшін бұзық болып жүргенімді білесіңдер. Жүріңдер. Міне, осы жер. Сәлем, балақайлар. Кенже, біз сені жақсы көреміз ғой, тек сен сотқарлығыңа ренжиміз, сені барлығы жақсы көреді. Ой, онда мен сендерді мені жақсы көрмейді, жеп көреді деп ойладым. Жарайсың, кенжем менің, досым менің. Міне, кенжеден үйреніңдер. Сендер бекерақ жек көргенсіңдер. Ал біз кенже екеуміз доспыз. Жақсы көргендерінде дәл бұлай ұстап бермейтін еді. Керемет жұмыс, досым. Басеке, кинодағыдай өтірік әңгімеңізді айта бермейше, онда мынан кісіндегіше жеңді шығарайық. Тілегіміз айтайық та, Басеке. Ойбай, қанта іштетті ма басың енді? Не да, Басеке? Мұржа бермей осындай әңгімені бастамайсың ба? Давай, ысқылан шығарып бер маған тез-тез. Квартираның ақшасын төлесін. Ойбай, басым мен алып кетті ғой. Ал, балақайлар, бір тілектерін қалды айт. Аяқ астынан шыға салады екен. Тағы да қорқынышты адамдар. Сен бүйтесің. Оларға емес, менің тілегімді орындайсың, түсіндің ба? Еще бірақ тілек емес, көп тілек орындайсың. Мен не айтам, соны орындайсың. Ойбай, ағай, бізде өзі үш-ақ тілек қой, бізге берілген соны ғана. Без разница бабам. Мен де сол өзім кредит алып келіп отырмын осы жерге. Не қыл? Тез арада мына балдардың бәрін ұйқыға жібер, 3 ай бойы ұйықтасын. Сосын естерінде іштей қалмасын, давай. Ойбай, ағай, мен ондайды істей алмаймын, басқа нәрсе істейінші. Жап аузыңда! Істе дедім, істе! Балалар, кешіріңдерші. Ағаш орман тал, балалар ұйықтап қал. Обал болды ғой балдарды. Жын десе жын екенсің. Сен жындысың. Енді маған мына кенжені. Ал маған ештеңе істей алмайсыңдар. Жарайсың, кенже, жарайсың. Джин, менің достарымды ұйқыдан қайтадан оятшы, өтінемін. Міндетті түрде. Қорада 124 қояным бар, әп-әдемі балақайлар, ояныңдар. Джин, рахмет саған. О, Джин, саған рахмет. Жо, балақайлар, маған емес. Кенжеге рахмет айтыңдар. Кенженің арманы болатын сендерді ояту деген. Кенже, рахмет саған. Бізден саған мүлде ұрыспаймыз. Джин, біз өзіміздің үшінші тілегімізді айтуға дайынбыз. Бізді өз үйімізге қайтаршы, өтініш. Мен негізі сендердің барлық армандарыңды орындап қойдым ғой. Бұл үшінші тілек болатын, сендерді ояту. Сонда біз үйге қалай қайтамыз? Иә. Жарайды, сендер үшін тағы да бір тілек. Барлықтарың үйлеріңе аман есен оралыңдар.